Сәлеметсіздер ме? Біз Бақанас аграрлы индустриалдық колледжінің 2-ші курс 22-ші топ студенттеріміз. Менің атым Қуаныш Аршын. Әсембай Мадина. Шолдыбай Айша. Біздің топтың аты Дәмстар тобымыз. Бүгін біздің сіздерге көрсететін жобамыз стритбокс, жаяу жүргіншілерге арналған тамақ фургоны. Оның басты құндылықтары жылдам әрі дәмді денсаулыққа пайдалы фастфуд, екіншіден табиғи өнімдердің тағайындалған тағам, үшіншіден қазақ ұлттық тағамдарын заманауи стильде ұсыну, және де қаланың қарбаласында жүрген жаяу жүргіншілерге арналған, бесіншіден қолжетімді бағада және сапалы сервистер. Тұтынушылар сегменті, олар бізге келетін клиенттеріміз. 1. Қаланың орталығымен жүретін жаяу жүргіншілер. 2. Студенттер мен кеңсе қызметкерлері. 3. Спортпен айналысатын адамдар. 4. Туристер. 5. Денсаулыққа бейімделген тамақ іздейтін қала тұрғындары. Арналар. Біз өзіміздің бизнесті ашқанымызды қалай жариялаймыз? Ең бірінші, Instagram, TikTok арқылы жаңаша ашылу туралы жарнамалаймыз. Және де акцияларды жасаймыз. Яғни алғашқы келген 100 клиентке жеңілдік досымен келсең, бір шайға тағы да бір шай қосып береміз. Және блогерлерді шақырту арқылы жарнама жасаймыз. Клиенттермен қарым-қатынас. Клиенттерге Инстаграмда күні бойы жеңілдік акцияларын жүргіземіз, және де тұрақты клиенттерімізге бонустық карта жасатамыз. Және де клиент пікірлерін ескере отырып, мәзірлерімізді жаңартуға тырысамыз. Кіріс ағындары, негізгі кіріс. Біздің негізгі кірісіміз тамақ сату, тәулігіне 100-300 адамға. Қосымша мерекелік акциялар, тапсырыс бойынша корпоративтік түскі ас қабылдаймыз. Стритбокс франшизасын дамыту болашақ жоспарымыз. Жылдық жоспарлар кірісі 30-50 миллионды құрайды. Ендігі кезекте бізге керекті негізгі ресурстар. Тамақ фургонына шағын асханалар, аспаздар мен кассирлер, және де жабдықтар, ингредиенттер жеткізушілері, және брендинг және жарнама материалдары. Негізгі серіктестер. Біздің негізгі серіктестеріміз ингредиент жеткізушілері, көше сату рұқсат қағазының беретін органдар, онлайн жеткізу қызметкері, Глова, Вольт және тағы да басқалары бар жарнама агенттері. Шығындар тізімі: фургон, және де жабдықтар, шикізаттар, қызметкерлердің жалақысы, және рұқсат қағаздар мен сертификаттар, брендинг мәзір киім, сосын жарнама. Біздің мәзірлеріміз: лаваштағы ет, бауырсақ бокс, айран, шалап, сүт және қазақ ұлттық шайлары, кофе, бауырсақтан жасалған сэндвич. Қорытындылай келе, стритбокс ол жай ғана көше тағамдар емес, қазақ ұлтының және заманауи стильдің қосылған қосындысы. Бұл жоба болашақтың ұлттық фастфуд брендіне айналуға лайықты жоба. Назарларыңызға рахмет.